Сәлем жас физик, екі тәсіл айдары. Бұл видеода біз ұбт-да кинематика келген бір есепті екі жолмен шығаратын боламыз. Видеоны жоғалтып алмас үшін сақтап ал және парақшаға тіркел. Ал бізде бастапқы жылдамдығы 0-ге тең, соңғы жылдамдығы 10 метр секунд дейді, және уақыты 5 секунд болған кезде жүрген жолын табу керек. Әрине, бұндай жағдайда біз онда s тең болып кетеді, ат квадрат бөлген 2 деген формуланы қолданамыз, бірақ бұл жерде үдеу жоқ. Үдеуді уже екінші формуламен табамыз. Үдеу дегеніміз ол жылдамдықтың өзгерісін уақытқа бөлеміз. Сондықтан бізде үдеуіміз тең болып кетеді. Яғни 10-нан 0-ді азайтып, бөліп тастаймыз 5-ке. Сонда бізде 2 метр секундтың квадраты шыға салады екен. Енді осы жерге қою керек болып тұр. Сонда s тең болып кетеді. 2-ні көбейтіп 5-тің квадратына бөлеміз 2-ге. 2-ге қысқарды 5-тің квадраты 25 метр шығады екен. Әрине бұл бізде бірінші әдіс, оның екінші әдісі былай деп тұр. S тең болып кетеді. Біз v-ны t-ға көбейтіп тек 2-ге бөле салсақ болады. Ол қалай? S тең болып кетеді. V-мыз 10-ға тең, t-мыз 5-ке тең, бөлеміз 2. Сонда 10 мен 2 қысқарып 5-ті береді. 5-ті 5-ке көйтсек 25 метр шығады екен. Видео соңына қай тәсіл ұнады, міндетті комментарийға жазып кет және достармен бөліс. Сіздермен бірге болған Шаринген ағай, келесі видеода кездескенше.